Сонымен ағылшын тіліндегі ең маңызды дыбыс бұл TH әрпінің ұлы. Егер де сіз басынан бастап осы дыбысты дұрыстап тіліңізге қойып, дұрыстап сөйлемнің ішінде айта алмасаңыз, сіздің сөйлеміңіз акцентіңіз кетпейді, және де native speaker'ын түсінуде, және native speaker'мен сөйлескенде өзіңізді сол native speaker сияқты сөйлеуде, яғни болмасаң да ұқсатпақ дейді, соған ұқсатып сөйлеу қиын болады. Ең маңызды TH дыбысы. Енді TH дыбыс бізде екі дыбыс білдіреді. Екеуі де сақау. Сақау, яғни қараңыздар, қалай істейміз қазір? Мен бірге қайталаймыз. Екі тістің ортасына тілдің ұшын қоямыз, қараңыздар. Қатты шығармаймын, қатты алып кетпеймін. Тілдің тек қана ұшы. Болды. Істемейміз тілімізді, және де екі дыбысты мен бірге қайталаймыз. Біріншісі біздің қазақ тіліміз з. Қараңыз, тіспен үнді, менен кәдімгі дыбыс шықтыр үнді бол. Енді оны сақаулатамыз және үнсіз қыламыз. Көпістер ма қалай тұрғанды, менен з деген дыбыс емес, сақауланып глухой деп айтады ғой, үнсіз шықтыр. Айтылаймыз мен бірге. Енді мен сөздер айтам, осыған не келісті, яғни осы дыбысынан басталатын. Mother, this, those, that, the, father, brother. Мен әдейі з-ға не екпін қойып айтып отырмын, негізі олай емес. Mother, father, brother деп айтамыз, да? Мен сіздерге просто айтуға, чтобы мені түсінуге істеу үшін мен ұзақтып айтып отырмын. Brother, mother, father. Егер де мен тез айтып жатсам, не стопқа қойып, мен бірге қайталап отырмыз, және ма? Енді мен в дыбысынан келетін бүкіл сөздерді айтамын. Бір секунд. Ортасынан 3 секунд не қоям, пауза қоям, я? Mother. Енді сақау з қылып айтпайыншы, сақау з қылмай айтып көрейін, я? Мазы. Көрдіңіздер ма, қандай айырмашылық бар? Мазы. З кәдімгі үнді болып естіліп тұр. Мында сақау үнсіз. Mother. Келесі. Father. Келесі. Brother. This. That. Those. These. Кішкене сөз айтамыз. These. For example, these are my pants. Менің қаламдар. Next. The. Мына артикл the біздің нелер айтып жүрген the, да? Асылында native speaker'лар ешқашында the деп айтпайды, олар тек қана the ғана айтады. For example, what's this? What's the matter? Да? What's the matter? Is the book? The ғана естіледі, болды. The деп ешқашында ға екпін қойып айтпаған. Сондықтан қазірден бастап бүгіннен бастап the ғын үйренеміз, я? Келесі breathe. Уже соңында тұр сөзіміз, вәрдің соңында тұр. Ешқандай дыбыс қатты шықпайды. Breathe. Breathe емес. Breathe. Sunbathe. Together. Another. Немесе the other. Басқа деген сөз. The other. Feather. Weather. Leather.
leader, van, van. Келесі сөзге өте қатты мән береміз. Бізде көбінесе студенттерім бұл сөзді them деп оқиды. Асылында native speaker былай айтпайды, айтады them. I like them. И аудионы естігенде олар айтады, не айтып жатыр? I like them. Не them немесе I like them. Болды. M'ді естігенде мүмкінсіз. I like them. Оларды деген сөз. Next. Although. Next. Southern. Бірінші southern. И соңғы сөз rhythm. Я басында қызық болуы мүмкін, ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ үйренейік, егер native speaker сияқты произношениеңіз әдемі болған қаласаңыз, онда бүгіннен бастап жаттығыңыз. Бұл видеоны басынан бастап қайтып қарап, the-ны қайтадан естеңіз. Енді келесі сақал яғни емес мысалы thank you, thanks. Арыңыз, мен аузыма мән беріңіз, thanks. Келесі think. Қазақ тілінде thing. Tooth. Бұны мектепте бізге tooth деп үйреткен болатын. Тіс, tooth. Teeth. Bathroom. Жуынатын. Earth. Third. Үштің бәрі сақалты оқылады. 30, 300, 3000. Thursday. Thing. Toothpaste. Toothbrush. Кішкене соңғы жағы tooth-тан кейін келесі сөз келгенде кішкене келесі өту қиындауы мүмкін басында. Toothbrush. Toothpaste. Бірақ та қайталай береміз. Мен осы видеодан кейін тағы да сөздер беремін. Мен олардың бәрін қалай оқылатынын бәрін жазамын. Сіздер тыңдайсыздар. Құлақ еттеріңізді ағылшын тілінің сөздерінен дұрыс оқылуына үйретеміз. Содан кейін қайталаймыз. Маған қазірден бастап осыны тыңдап болғаннан кейін сол бойда 3-4 рет 4-5 рет қайталап аламыз да маған жібереміз. Мен айтамын дұрыс немесе бұрыс, немесе молодец, осылай қайталай беріңіз, немесе жоқ тағы да жұмыстану керек деп, содан кейін қайтадан жібереміз. Яғни бұған онда көп уақыт кетпейді. Примерно 5-10 минут, максимум 20 минут шығар егер сізге басында қинау болса. Бұлай артынан үйреніп кеткеннен тез істейміз. Произношениені дұрыстаған кезде айтпақшы ең маңызды нәрсе бұл денеңізді, кеудеңізді бәрін кішкене не істеңіз, расслабить етіңіз, өзіңізді тырысып оқымаңыз, тырысып оққан сайын онан сайын энергияңыз кетеді, онан сайын қиын сияқты болып кетеді. Негізінде не істеуіміз керекпіз, денемізді бос ұстауымыз керекпіз, және де әрбір процесстен рахат алуға тырысамыз, окей? So, good luck. Bye-bye.